Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен адам ағзасына өте қажетті дәрумендердің ошағы мынадай маш деген болады. Мінекей маш осы бұршақты құмдастарға жатады. Осы машты жаңағы қалай өсіру керек, соны сіздермен бөлісемін өзімнің тәжірибемнен. Ол үшін жаңағы мына маштан кішкене құйып алдым. Осыны ең бірінші тап-таза қылып, мына ағынды сумен, жылы сумен, ағынды жылы сумен жууымыз керек. Әбден тазартып, 2-3 рет жуамыз. Байқадыңыздар ма, міне суы жаңағы кірлеп, шаңдары несі шықты. Мінекей төгіп тастаймыз да, қайтадан тазартып қойып, бірнеше рет осылай судың түрі әбден тазарғанша бірнеше рет осылай жуып шығамыз. Маш өте тап-таза болып жуылды. Енді жаңағы арасында мынадай сырты жоқ, жарты кеш осындай нелері болса, оны алып тастаймыз. Ол кейін өсу процесінде бізге жаңағы кедергілер келтіруі мүмкін. Олай бір-бір ашып қарап шығамыз. Ал енді көп сөзбай сіздермен машты жаңағындай ары қарай өсіруге қояйық. Мінекей жылы суды құйдық. Жаңа мен краннан комната температурасындағы суды құйдым. Мына жерден мына бірінші шетке тұрған тағамға пайдаланатын суды құйдым. Енді бұны бетін жауып, жай ғана қақпақпен, не болмаса басқа доскалармен бетін жауып, бір суткаға, не болмаса 10-12 жарты суткаға қойып қоямын. Суымен 10 сағат өтті. Бетіндегі жаңағы тақтайымды алып, тақтайшамды қарап жатырмын. Өзгеріс деген көп. Ішіндегі бетінен асып тұрған судың барлығын жұтқан. Түбінде бірақ бар кішкене су. Содан асып, міне салғам негізінде ыдыстың түп жағында ортасына жетпейтін болған. Ортасынан да асып, мінекей жоғарғы жағына дейін көтеріліпті. Енді біздер салып қарайтын болсақ, кейбір дәндерден жаңағы кішкентай ғана өскіндердің тамыршаларының шығып келе жатқанын байқауға болады. Машты мына үлкен контейнерге, түбі жалпақ контейнерге енді саламын. Бұның бетін мынадай салфеткамен 2 қабат қылып жауып, енді осыған су сеуіп қоямын. Контейнердің өзінің қақпағы бар. Сол қақпақты мен ақырынан былай қисайтып жабамын. Өйткені тығыздап жабылса, ауа кірмей қалады. Бұған ауа керек, сондықтан мен бір жағын былай бетіп, шетінен ауа кіріп тұратындай етіп, міне жаптым. Орамалмен осылай жауып қойдық. Тура бір тәулік өтті. Қазір ашып көрейік. Қақпағы жай жабық тұр, мұны аштық. Енді біреуі сыртына шығып кетіпті. Көрейік. Сарымынан қараңыздар. Тастайық толығын. Қоя тұрайық былай. Мінекей, бір тәуліктегі болған өзгеріс. Тура бір тәулік болды. Кеше осы уақытта салынған, бүгін осы уақытта қарап отырмыз. Енді қайтадан қазір жауып, бір суға шаямыз да, су құйып, ол суын төгіп тастап, қайтадан сол дымқыл күйінде бетін жауып, тағы бір күн қоямыз. Бетін қайта жаптым қағазымен. Қапаға тоже нығыздап жауып тастамаймын. Бүгін маштың өсіп жатқанына 3-ші күн. 3-4 есе көбейгенін сыртындағы несінен көрініп тұр. Ыдыстың қабырғасынан. Енді біз мына бетін ашып көрейік. Қараңыздар, бетіндегі салфетка. Бұл біраз өскен, әрбір өскін 3-4 сантиметрден болған тамырлары. Бұны салатқа негізінде қолдана беруге болады. Бұны тағы да өсіруге болады. 6 күнге дейін, 7 күнге дейін өсіргенде бұнда кішкене жапырақшалар пайда болады. Мен бұның жартысын бүгін салатқа қосамын, жартысын тағы да бір аптаға тұруға қалдырамын. Сонда 3 күні өтті, тағы да 3 күнге, не 4 күнге қоямын. Ал 4-ші күн бүгін маштың бетін ашамыз. Неге? Дайын машымыз. Қандай әдемі. Бетіп алып көретін болсақ, қараңыздар. Әдемі өскендер өте тамаша өскен. Міне,
салат жасап жей беруге енді болады. Мына телефон бұның түсін дұрыс бермей тұр, дегенмен өте керемет. Мына жағынан көрейін, тағы айналдырып әртүрлі неде түсіріп жатырмын. Міне дайындауға, салат дайындауға дайын тұрған өнім. Енді мен сіздерге қысқаша ғана осы маш өскінінің пайдасы туралы айтайын. Маш өскіні өте өскінінің құрамында кәдімгі маштан жаңағы сорпаға, әртүрлі суптарға салады ғой. Сол кезде де оның несі өте пайдалы. Мына жерде 600 есе өнген маштың құрамында дәрумендер өте көп болады. Мынау нағыз адамның денсаулығына қажетті дәрумендердің ошағы десе болады, ордасы десе болады. Кладез витаминов дейді ғой орыстар енді. Қарап көрсеңіздер өте әдемі, өте осы нағыз дәрумендердің жиналған ордасы осындай өскіндер. Білгеніммен бөлісе отырып, сіздерге рахметімді айтқым келеді. Менің құрметті көрермендерім, сіздерге өте үлкен алғысымды білдіремін. Өйткені сіздер менің каналыма келіп, қажетті нәрселерді көріп, өздеріңізге жаңағы ұнамайтын нәрселер болса да, ұнайтын нәрселер, алған жаңалықтарын болса да, барлығын сіздер еркін жазып, комментарийлерде өздеріңіз көріп, лайктарыңызды басып, ылғи белсенді түрде каналыма кіріп жатасыздар. Енді сіздерден сұрайтыным, каналыма тіркеліп қойыңыздар, бөлісе отырыңыздар жақсы нәрселерді, және сонымен бірге жаңағы пікірлеріңізді де жазып қоюларыңызға болады. Тағы да бір айтарым, сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін, және отбасы бақытын тілеймін барлықтарыңызға.